Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 10-15 минутте дайын болатын, оқтаусыз жайылатын медовик тортының коржиктарын дайындау рецептісімен бөлісемін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл коржиктер сынбайды және де осындай керемет болып көтеріліп шығады. Міндетті түрде осы рецептпенен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: 250 грамм бал, 1 пиала шекер, 180 грамм сары май, 4 жұмыртқа, 350 грамм ұн қажет болады. Ең алдымен 250 грамм балымызды су моншасына қойып, жақсылап ерітіп аламыз. Балымыз ерігеннен соң 1 шай қасық сода салып, балға қосамыз да, балымыз осындай аппақ болғанға дейін жақсылап қозғап тұрамыз. Сосын 180 грамм сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Масса 2 есе көтерілгенге дейін жақсылап араластырамыз. Енді осы жұмыртқалы массамызға балымызды қосып, миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды илектен өткізіп, ұнды да қосып, жақсылап миксерменен араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде аз-аздан салып, осылай видеода көрсетілгендей миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Енді пергамент қағаздарын осылай кесіп аламыз да, 1,5 қасық қоймалжын қоспамызды пергамент қағазына салып, үстіне ұнымызды илектен осылай өткізіп алып, қолымызбен басып-басып жайып шығамыз. Қолымызбенен жайып шыққан коржиктарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан корждарымызды суытып, форманың көмегіменен осындай домалақ етіп кесіп шығамыз. Формамызбенен кесіп алғаннан кейін жан-жандағы шетіндегі коржиктарды алып қоямыз. Кейін бұны майдалап, торттың үстіне жан-жандарына себетін боламыз. Міне біздің корждарымыз осылай пісіп шықты, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және өз қалауларыңызша заварной крем немесе творожный пломбир кремдерін қолдансаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Луиза, сау болыңыздар.